Алты жерде намаз оқуға болмайды. Ең бірінші қабір басында, екінші моншада, үшінші жануарлар тұрған жерде, төртінші мал сойылатын орындарда, бесінші қағбаның үстінде, алтыншы жол үстінде намаз оқуға болмайды. Енді осыны ескерте кетсек, қазіргі кездерде қалалық жерлерде көп адамдар адам жүретін жерде, яғни тропинкалардың үстінде жұмада намаз оқып жатады, жолды жауып тастайды. Бұл дұрыс емес, себебі сіз басқа біреулердің жүретін жолына кедергі жасап жатсыз. Ол жерден біреу асығып өтуі мүмкін, біреу жұмысынан қалып бара жатуы мүмкін. Енді әр адамда әртүрлі жағдай болады ғой. Содан кейін машина жүретін жерлерге де көліктерімізді қойып тастаймыз. Кейбір адамдар өте алмай жатады, жедел жәрдемдер кіре алмай жатады, немесе өрт сөндірушілер де кіре алмай жатады. Сондықтан да жұмаға барған кезде көлік жүретін жолдарды, әрі адам жүретін жолдарды жаппай, басқаларға кедергімізді тигізбей, жұмамызды оқып қайтсақ екен.